Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен творожный пирогтың видеосымен бөлісетін боламын. Алдымен ұнға разрыхительді қосып, осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, бөлме температурасындағы сары майызды ұнға салып, аунатып аламыз. Содан кейін барып, крошка қамыр жасаймыз. Міне осындай саусақтың ұшымен жай ғана мыжғылаймыз. Барынша алақанмен қысып мыжғылауға болмайды. Саусақтың ұшымен жай ғана осылай крошка жасаймыз. Міне майдың бәрін ұнмен араластырып, осындай крошка шықты. Енді қант пен жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше араластыру керек. Қанты ерігенше араластырып болған соң, крошкаға құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Оны да саусақтың ұшымен жай ғана асықпай, осылай жан-жағын жинап отырып, қамырымызды илейміз. Асығып, бірден мыжғылап илеуге болмайды. Осылай жай саусақтың ұшымен жан-жағын жинап отырып илейміз. Қатты мыжғылап илесек, қамырымыз жұмсақ болып, пылжырап кетеді. Қолымызға жабысып, одан кейін артық ұн салса, қатты болып қалады. Мен мына саусақтың ұшымен ғана аз ғана ұн салдым. Өйткені сәл жұмсақтау болып тұрды қамырым. Міне осылай сол ұнға ғана барлығын жинап, аунатып, қолымда қамырларды түсіріп, осылай енді артық ұн қоспай, тағы да жинап, қамырды біріктіріп, артық ұн қосуға болмайды. Артық ұн қоссаңыздар, пирогтарыңыз өте қатты болып қалады. Және де сары май 82% болу керек. Пампушка, тағы одан арзан майлар жарамайды. Содан пирогтарыңыз қатты болып қалады. Міне жұмсақ қамыр болды. Қолға кішкене қамыр жабысты, бірақ оны осылай пакетке салып, холодильникке салып қойсақ, жарты сағатқа қамыр қатты болып, әдемі болып тұрады. Енді салмасын дайындаймыз. Бөлек ыдысқа сүзбені және қаймақты, одан кейін кукурузный крахмал, жүгері крахмалын қосып қойып қоямыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал болу керек. Картофельный крахмал жарамайды. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, құм шекерімізді бөліп салып, жақсылап аппақ болып көпіршігенше араластырамыз. Қанты еріп, аппақ болып көпіршу керек. Осылай жақсылап араластырып аламыз әбден. Мен 3 бөліп қостым қантты. Қантты осылай бөліп қоссаңыздар, араласуына, қанттың тез еруіне көмектеседі. Өте ыңғайлы. Қантты бірден қоссаңыздар, араласу өте қиын болады. Мен осылай миксермен тез араластырып алдым. Миксермен араластырсаңыздар, тез ағарып, өте жылдам болады. Енді сүзбемізге осы жұмыртқа мен құм шекер араласқан массаны қосып, оны тағы да жақсылап араластырамыз. Осындай қоймалжың масса шықты. Енді формамызды дайындаймыз. Формамызға пергаментті осылай төсеп, жақсылап бекітіп аламыз. Енді холодильниктен қамырымызды алып,
пергаментке салып формаға жаямыз. Қолыма жабысып тұрған жоқ. Сәлден кейін қамыр шөгіп жылы жерде сәл-сәл жабысады. Ол кезде мен қолымды ұнға батырып, осылай кішкене сеуіп отырып, қамырымды жаямын. Міне алақанымызбен осылай тегіс істейміз. Жан жағына бортик жасаймыз. Осылай шығарамыз бортикті. Міне алақанымызбен тағы да тегістеп отырып, шығарған бортикті осылай саусақпен тағы да биіктеу етіп көтереміз. Салмамыз салған кезде отта салмамыз көтеріледі. Тасып кетпеу үшін бортикті биік қыламыз. Жақсылап астын тегістейміз. Осылай бортикті жұқалатамыз. Өте жұқа қылу керек. Қалың болса, шеті қалың болып әдемі көрінбей қалады. Астын теп-тегіс қыламыз. Бортикті тағы да тегістейміз. Міне өте жұқа бортик болды. Дайын болды. Енді үстіне салмамызды құямыз. Салмамыз қою, оны осылай жайып, тегістеп қоямыз. Үстіне мұзда қатырылған жемістер салсаңыздар болады. Мұзда қатырылған дәнегі жоқ шиені салуға болады. Қызып тұрған пеште, дайын қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Міне осындай қатты көтеріледі. Суыған соң басылады. Суытып, холодильникке бір түнге қойып аламыз. Одан кейін шешердің алдында пышақпен осылай жан жағын кесіп аламыз. Пирогымыз дайын. Суып, холодильникте бір түн тұрып, дамы сіңіп, әдемі болып тұрады. Холодильниктен шығарған соң шайға жейтіннің алдында жарты сағатқа бөлме температураға қойып алу керек. Сонда пирог жылып, жібіп, әдемі болып тұрады. Холодильниктен бірден шығарып жесеңіздер, мұздап қатты болып тұрады. Пирог дайын болды. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда тағы да басқа тәттілермен бөлісемін.